Сәлем достар, бүгін біз шарлотка пирогын жасайтын боламыз. Ол өте дәмді болады және де жұмсақ болады. Жасап көріңіздер, подписаться етіп лайк қоюды ұмытпаймыз. Бізге 5 жұмыртқа қажет болады. Мен алдын ала бөліп алдым. Бізге ақуыз бен сары уыз керек болады. Біздің ыдысымыз құрғақ болу қажет. Бір тамшы суда түсіп кетпеуі қажет. Бізге 1 стакан қант қажет болады. 1 стакан қантты ақуыз мен сары уызына бөлеміз. Жұмыртқаның ақуызына кезек-кезектен саламыз. Миксер қажет ететін болады. Миксермен жай жылдамдығымен араластырамыз. Дәл видеодағыдай кезек-кезектен саламыз. Мінекей біздің ақуызымыз дайын. Миксеріміз бен сары уызымызды араластырып аламыз. Енді бізге миксер қажет етпейтін болады. Қасықпен араластырамыз кезек-кезектен. Бір жарым стакан ұнға қопсытқыш қосамыз. Жарты қасық. Ұнды кезек-кезектен саламыз. Бізге сета қажет болады. Сетамен өткізетін боламыз. Осындай консистенция шығу керек. Бізге пергамент қағазмен форма қажет болады. Сұйық қамырдың барлығын қойып жүрмей, тек қана астына құямыз. Бізге 2 алма қажет болады. Дәл видеодағыдай кесеміз. Дәл видеодағыдай саламыз. Алдындағыдай алмамызды қойып шығамыз. Пешімізге 45 минутқа және де 50 минутқа қоямыз. Өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар.